Барлықтарыңызға ассалауму алейкум, қалайсыздар? Менің YouTube көрермендерім, алғашқы көріп отырған кісілер болса, осы YouTube арнамда, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Мен сіздерге алдағы уақытта керемет контенттер жүргізетін боламын. Және де сіздермен бүгін мен алтынға разбор жүргізетін боламын. Бүгін алтында қалайынан қозғалыс кетіп бартыр, алдағы уақытта қалайынан кетеді, сол туралы түсіндіретін боламын. Ал кеттік, бисмилля. Біріншіден қарасақ, алтында восходящий тренд болып кетіп бара жатыр. Өте керемет. Бірақ әзірге осы бір сопротивление уровеннен нисходящий тренд болып кетіп бара жатыр. Енді біз мына жерге қарасақ, осы жерде имбаланс бар. Бір сағаттық таймфреймде имбаланс бар. Және де осы астыңғы аймақтарда шешілмеген ликвидностьтар бар. Және де енді мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Тренд восходящий, және де оның астында шешілмеген ликвидностьтар бар. Баға примерно осы байсайт ликвидностьқа шейін барады деген үмітте бірінші сделкамды қарастырған болатын. Ол қандай ситуацияда? Егер баға осы ликвидностьтарды жарып, тенімен емес, теласымен өтетін болса, біз уверенный түрде қарастыратын боламыз. Ал егер баға көтеріліп кетіп, осылайынан көтеріліп кетті, енді баға имбалансқа шейін жететін болса, және имбаланстан түсіп, қайттан көтеріліп, барып кішкене түсетін болса, сол кезде осы имбаланстың ортаңғы белінен біз шорт позицияға кіретін боламыз. Стоп-лосс әрине осы үстіңгі ликвидностьқа шейін қоямыз. Жақын жердегі ликвидностьқа шейін қоямыз. Ал енді қазір баға бізде жақсы көтеріліп жатыр. Бұлайша айтқанда имбалансты толтыратын сияқты, керемет. Осы имбалансты толтырғаннан кейін бізде не істейді? Өз жолын шорт позицияда жалғастыратын болады. Бірінші, екінші ликвидностьтар шешеді. Не болмаса, осы бірінші ликвидностьқа шейін барады да, өз жолын восходящий трендпен жалғастырып кететін болады. Осы екі ликвидностьті шеше алмай, бізде тренд бойынша, восходящий тренд бойынша кетіп қалатын болады, өз жолын жалғастырып. Ал егер жарып кететін жағдайда, теласымен жарса, мынандай тенімен емес, теласымен жаратын болса, мынандай ішкі немесі сызықпен емес, то есть мынандай ішкі түсімен бірақ жарып шығатын болса, онда астыңғы байсайт ликвидностьқа шейін жүретін болады. Осы жерге шейін біз өзіміздің сделкамызды қарастыратын боламыз. Мінеке, керемет, түсінікті болды деген үміттемін. Енді бұл тренд өзгере ма, өзгермей ма, соны анықтап аламыз. Осы ликвидностьтар шешсе, толығымен шешсе, тренд кішкене уақытқа шейін өз жолын жалғастыратын болады. Ал ары қарай тренд өзгеріп кете ма, өзгеріп кетпей ма, оны біз белгілі бір күштер арқылы, объемдар арқылы анықтайтын боламыз. Бірақ бізге ол маңызды емес қазіргі уақытта осы ликвидностьтарды шешкені маңызды, не болмаса осы имбаланс аймағына келгені маңызды болып тұр. Бізде екі уровенде бізде шорт позиция қарастыра аламыз. Негізі осы немені ликвидностьтарға келген кезде, чтобы
То есть лонг позиция карастырууңузга болушу еді. Лонг позиция карастырып имбалансқа шейін өз жолумузду жалгастырсак болушу еді, бирок мен ондай карастырмадым. Енді біз осы алтынның графигінде қарасақ осындай бағаны көреміз. Негізінде алтында өзі көбінесе имбаланстарды толтыру арқылы өз жұмысын жасайды. Алтында көбіне байқағаным имбаланстарды толтыру арқылы өз жұмысын жасайды. Кейбір ситуацияларда қарасаңыздар имбаланс толтырмай кетеді. Не үшін ол толтырмай кетеді? Сіздерге түсіндіре кетейін. Мына ситуацияда әлі күнге шейін толтырған жоқ. Мына жерде имбаланс бар, бірақ әлі күнге шейін толтырған жоқ. Қарап тұрсаңыздар, көрдіңіздер. Бұл имбалансты не үшін толтырмады деген сұрақ келеді сіздерге, өте жақсы. Өте керемет. Енді сол сұраққа мен жауап беріп өтейін. Өздеріңіз қараңыздаршы мына жерге. Осы жерде баға келді, қайттан көтеріліп кетті. Және де осы жерге баға қайттан келді, қайттан көтеріліп кетті, қайттан келді, және де қайтадан көтеріліп кетті. Осы астыңғы поддержка уровень жарды ма? Жара алды ма? Жоқ, бізде жара алған жоқ. Бұл поддержка уровень жара алмай, бірінен кейін бірі әлсіз болып, продавецтердікі әлсіз болып, одан кейін барып, ақырындап структура өзгеріп, бірден кейін бірі поддержка уровеніне жете алмай, қарап тұрсаңыздар, тренд өзгеріп кетті. То есть тренд жалғасып кетті. Имбалансты вәші толтырған жоқ, имбалансқа жете қойғанда жоқ. Сол себепті, ал егер осы жерде жарып өтіпті, базар жоқ поддержка уровень. Бірақ бұл теласымен жарып өтпеген, тенмен ғана жарып өткен, сызықша болып ғана жарып өткен, полный болып жарып өтпеген. Егер жарып өтетін болса, осы жерден біз сделкамызды имбалансқа шейін қарастыруға болушы еді. Сол себепті бізде қалай десем болады, имбалансты толтырған жоқ. Сіздерге ол түсінікті болды деген үміттемін. Осындай ситуацияларда имбалансты толтырмай кетеді. Бос аймақты қалдырып кетеді. Сондай ситуациялар бар негізі. Көптеп кездеседі. Өзім байқап жүрмін соңғы кездері. Имбалансты толтырмай кететін жағдайлар бар. Оппа, астыға түсіп бара жатыр екен. Қазір бізде жақсы. Егер имбаланс толтырса, астыға қарай кетеді деген үмітімізбен астыға қарастырамыз. Ал бірақ имбалансты толтырмаса, теласымен, тенмен емес, теласымен ликвидностьтар шешіп кетсе, онда бізде уверенный түрде шорт позицияға кіре берсек болады. Бірақ онда да біраз кішкене күмән бар. Неге? Өйткені тренд восходящий болып кетіп барды. Тренд нисходящий болып кетіп барса, онда уверенный түрде қарастыруымызға болушы еді. Бірақ сонда да өзіміздің сделкамызды жасап көреміз, бағымызды сынап көреміз. Бұл трейдинг саласы. Трейдинг саласында сіздер рисковать етпесеңіздер, ақшаны ешқашан таппайсыздар. Тек қана ақшаны табасыздар рисковать ету арқылы. Рисковать етпесеңіздер, ақша сіздерге өздігімен келмейді, өкінішке орай. Ал сіздер ақша жоғалтудан қорқатын болсаңыздар, бұл салаға еш келмей қойыңыздар. Осы жерден тоқтатып видеоны ойланыңыздар. Мен осы салаға арналған адаммын ба? Осы салаға арналмаған адаммын ба? Ақшамды жоғалтсам, ақшамды жоғалту маған өте ауыр ма? Өте ауыр емес па? Сол сұраққа жауап беріп алыңыздар бірінші. Әрбір трейдер ақшасын жоғалту арқылы, қателікпен жұмысын жасау арқылы дамиды.
намного высший уровеньге жетеді. Ал ондай уровеньге жету үшін ақшаңызды жоғалтасыз, обязательно жоғалтасыз. Жоғалтпайсыз деген нәрсенің өзі, жоғалтпаймын деген күннің өзінде стратегия бар. Менде білімін сатып алғам, біреудің білімін сатып алғам, стратегия бар деген күннің өзінде сізде психологияңыз дұрыс болмай, кішкене азартқа кіріп кетіп, ақшаңызды сәл жоғалтып алуыңыз мүмкін. Но бірақ біреулердің берген білімі арқылы, біреулердің берген стратегиясы арқылы сіздер сол стратегия арқылы алып шыға аласыздар. Және де мен сіздерге айта кетейін деген бір күшті жаңалығым бар сіздерге. Осы YouTube арнама, мен осы видеома өзімнің телеграм каналымды салып қоям. Сол телеграм каналға тіркеліп алыңыздар. Сосын маған жекемен жазсаңыздар, мен сіздерге 30 видео арнап қойғам. 30 видеодан тұратын сабақтар арнап қойғам. Оның алғашқы 10 сабағы начинающий трейдерлерге арналған, енді бастап, енді трейдинг деген не екен енді ғана біліп жатқан кісілерге арналған. Ал қалған 20 сабағы уже трейдинг саласын білетін, және де ол саланы білет, бірақ минуста жүрген, немесе енді біліп жатыр, уже үйреніп алған, уже брокерлерді білет, бәрін білет, бірақ қалай анализ жасау керегін білмейтін кісілерге арналған сабақтар бар. Ол сабақтарды алу небәрі 1500 теңге. Ойлаңыздар, өте жеңілдікпен сіздерге 1500 теңгеге сол сабақтарды сатамын. Және де сол сабақтардың ең соңында мен өзімнің 70% бен 90%-ға жұмыс жасайтын нақты 3 стратегияны беретін болам. Сол стратегияларды алу үшін, сол сабақтарды алу үшін, менің сол каналыма кіру үшін, жабық арнама кіру үшін менің өзім жекеме жазасыздар. Сол жекеме жазасыздар, мен сіздерге 1500 теңгеге сол сабақты, сол каналды беретін болам. Маған тек телеграмма нақты алатын кісілер ғана кіріңіздер. Алмаймын мен, жай ғана кіріп телеграм көріп кету үшін деп, ондай кісілер болса кірмей-ақ қойсаңыздар деп өтінемін. Өйткені мен нақты білім алғысы келетін жандарды, және де нақты стратегияны үйренгісі келетін адамдарды іздеймін. Және де сол кісілерді үйреткім келеді. Өзімнің былайша айтқанда целым ғой, мен өзімнің былайша айтқанда ұнайтын ісім ғой. Адамдарды жақсы білім беріп, жақсы нәтижеге жеткізу менің өзімнің рахаттанам. Былайша айтқан кезде жақсы рахат, ләззат сезімін аламын сол арқылы. Енді әркім әрқалай ойлайды. Біреу басқалай ойлайды, біреу басқалай ойлайды. Сіздер мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Мүмкіндік болып тұрған кезде сіздер сол мүмкіндікті уақытында алып үлгеріңіздер. Ертең сол мүмкіндік болмай қалады сіздерде. Сіздермен болған трейдинг саласының маманы деуге де болады. 2 жыл болды мен трейдинг саласында айналысып жүргеніме. Сіздерге және де бірдеңе айтып өтейін. Бұл бала 18 жаста, әлі жас, бұл қалайынан трейдер болып кетті деген сияқты, қалайынан мықты жасап кетті деген сияқты. Мен мықты жасаған жоқпын. Мен қателіктеріммен жұмыс жасап, өзім стратегияларымды шығарған болатын. Бірақ қазір мен өзім демошотта жүрмін, өкінішке орай. Өйткені менде колледжде оқығаннан кейін ақшаны былайынан тартсам былай жетпейді, былайынан тартсам былай жетпейтін болып тұр. Сондықтан кішкене жазда Алла қаласа жұмыс жасап, трейдинг саласына қойып, ақшамды сол арқылы
Мен трейдингтен стратегиям арқылы жақсы табыс тауып өздеріңізге көрсететін болам, алла қаласа, иншаллах. Және де сіздер курс аламын десеңіздер өз еріктеріңіз. Сіздермен болған Саят, сау болыңыздар.